Қосарай қаласының тәп ортасындағы әкімдік үйінің алдында тәу заманнан бері қала халқы демалатын көлемді саябақ бар. Мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің 3-ші күні әдемі бір әйел 3-4 жасар шамасындағы баласын жетелеп осы саябаққа кіре берді. Демалыс күн болғандықтан ба адам көп екен. Отырар орнының біразы бос емес. Серуендеп сейіл құрып жүргендер де жетіп артылғандай. Баққа кіре бере әйел ту сыртындағы 9 қабат ғимаратқа жаутаң-жаутаң етіп бір-екі рет қарады. Көкірегінде бәрі сайрап тұр. Қай жылы қай бағытта отырғаны, басшыларының мінез-құлқы, жұмыс әдістері бәрі есінде. Виталий Сергейұлы деп аталатын басшысы төңіректеріне көрікті әйелдерді жинағыш еді. Құдды бір гарем сияқты. Өзі келбетті, әрі шет тілінің маманы болғандықтан бұл да элита ортасына жастайынан тап болды. ақш-тан бір делегация келгенде аудармашылығымен бірден көзге түсті де, әкімдік мұны мектептен жұлып алып өз қатарына қосты. Әуелі жұмысты офис менеджерден бастады. Әйтсе де көбіне іскерлік кездесулерде жүретін, тіпті аудармашы болмағанның өзінде қонақ-асыларда қызмет көрсетеді. Басты себеп келбеттілігі, тез тілді ыбыса алатын сергектігі тағысын тағылар. Ресми аты жөні Сағила Беймұратқызы. Қатарластары оны еркелетіп Сакуша дейді. Сол Сакуша баласын жетелеп әрі-бері жүрді де, бақтың түпкі жағындағы жалғыз әйел отырған бір бос орынға жайғасты. Анау әйел екеуі ауыздары жабырлап амандасқандай болды. Әйел 70 алқындап қалған, екі жағы суалып, бетін әжім бақсқан кексе кісі екен. Екі көзі жаутаңдап, бұған бір, баласына бір қараумен болды. Бұл қарастың мәнін Сакуша бірден түсінді. Бала өзгеше, шашы бира-бира, көзі көмірдей қара, тура сойып қаптап қойғанда африкалық. Тілі қазақша анам-наны сұрап тақылдап тұр. Кексе әйел, алда құдай, мына бейшараның қызы ойнақтап жүріп от басқан болды ғой, немересі болу керек, ана қарағалықтан тапқан шығар деп ойлады. Сакуша сыр берген жоқ, үндемей отыра берді. Кексе әйелдің шыдамы таусылды. Қарағым-ай, сұрауға ұялып отырмын, балаңның түрі өзгешелеу екен деп күмілжіді. Иә, бәйбіше, көрініп тұрған соң несіне жасырайын, түрі өзгеше екен рас. Әйтсе де қазақтың қалпын қанына сіңіріп жатырмын. Есімі Алдан. Мен өмірден алданған, адасқан жанмын. Сонан соң атын осылай қойдым. Тек онысы несі, деді кексе әйел шошып кетіп. Өзің таптың ба? Иә, бәйбіше, өзім, деп кібіртіктеді Сакуша. Не дейді, жүзі қара, оған қалай дәтің барды, өзің жаста емессің, құдайдан қорықсаң еді. Кексе әйел шошып кетіп, орындықтың шетіне қарай жылыстай берді. Арада ауыр үнсіздік орнады. Бір талайдан кейін Сакуша, білгіңіз келсе мәнісін айтып берейін, деді. Кексе әйел жаулығын жоғары түріп, жақындап келіп құлағын тосты. Оқиға бұлай болған еді. Мектепті бітіргеннен кейін Алматының Иниязына түстім деп бастады әңгімесін Сакуша. Алғашқы 2 жылым кітаптан бас алмай оқып, өзіме таныс емес тілді тиянақты меңгеруге жұмсалды. Ұстаздарымыз да әр сөзді миымызға құйып құйғандай үйретті. Шамалы білім берді, сапалы білім берді. 3-ші курста ауызша әжептәуір сөйлеуге, шет елдің газет журналдарын емін-еркін оқуға жарап қалдық. Бұл 70-ші жылдардың аяқ кезі ғой. Алматыда шет елдің студент жастары баршылық еді. Көшеден, кейде саябақтарда, би кештерінде солармен кездесіп қалып жүрдік. Тіл білген соң емін-еркін сөйлесе береміз. Сырт елден кедей кепшіктің емес, бірыңғай байдың балалар келеді ғой. Олар кереметтей киінеді, ақшалы. Сол жылдары Алматыда джинсы шалбар, бетке жағатын опа-далап, француз духи сияқты ұсақ түйектер көздің құрты болды. Қыз емеспіз бе, киім кигіміз келеді, әдемі көрінгіміз келеді. Курсымызда аса сұлу 2 қызымыз болды. Оның біреуі Шымқаладан еді. Өзбек ағайындармен шатысы бар ма білмеймін, ол соншалық нәзік, мүсінді, нағыз ботагөз қыз. 2-ші қызымыз солтүстік жақтан болды. Оның енді дене бітім естен тандыратын, өзі аса ашық, спортпен айналысқан батыл. Мен арқаның бидай өңді дейтін қараторы қызымын ғой. Алматыға келген соң бетім ағарып, кеудем көтеріліп, бөксем жұмырлана бастады. Әу бастан бойшаң, аяғым түзу болатын. Ағылшынның ақ джинсыйын киіп, көзімнің айналасына қоңырқай рең беріп, бетіме шамалы опа жаққаннан кейін нағыз сұлудың өзі боп шыға келдім. Шет елдік 2-3 студентпен жақын танысып, ұсақ түйек алып жүретінбіз. Бір күні қыздар, мыналар пәтерге шақырып отыр, көп заттар әкеліп өлшеп көрейік, деді. Бопты, барайық, дедім. Мен де елең ете қалып. Пәтерлері даңғарадай кең екен. Бір бөлмені затқа толтырып қойыпты. Көзіміз шоқтай жанды. Олар әдетте арзанға,
Ақшамыз болмай жатса қарызға да беретін. Ал келіп өлшейік. Киімдерді, юбка, кофта, джинсидің сан түрі, духидің неше атасы. Мен 2 джинси, 1 духи, ерінге жағатын помада алдым. Құрбыларым да қарық болып, сумкаларын толтырды. Жігіттер болса сырғауылдай бойшаң, апайтөс пәлелер ғой. Дастархан жайып, біздің заттарымызды жумақ болды. Шампан іштік, тағы бір сұйықтықтардың дәмін таттық. Олар биге шебер музыка қойылып көңіл көтерістік. Бір кезде кескен теректей құлап түскенім есімде, әрі қарай түк білмеймін. Содан қанша жатқаным белгісіз оянсам, алпамсадай қара нәсілді жігітпен жатырмын. Иттің зілдейін-ай, денемді жартылай әзер босатып алдым. Көргім келмей көзімді тарс жұмдым. Өзімді басқан бір тылсым дүниеге тап болғандай сезіндім. Санам дұрыс сияқты, ал денем өзіме бағынбайды. Бұл түн біздің жанымызға да тәнімізге де өшпестей таңба салған қаралы түн болды. Шүберек мүберектің құрбаны болған қазақтың сорлы үш қызы мұны өлгенше жасыруға тырыстық. Жасырдық та. Бірақ оқу бітіріп елге келген соң алды-артыма қарамай алғаш сөз салған адамға тұрмысқа шықтым. Бағыма қарай күйеуім мінезі жұмсақ момын адам болды. Мамандығы есепші, бір мекемеде әуелі қатардағы, кейін бас есепші болып істеді. Өзім әкімдіктемін. Бастығым Сергейұлы менің сауатты, жұмысқа тыңғылықтылығымды жоғары бағалап үнемі қолпаштап көтермелеп жүрді. Тұрмысымыз жақсарып байи бастадық. Машина алдық, пәтердің екеуін айырбастап өте жайлы бір үйге көштік. Бір қыз туып алғам. Күйеуімнің бар арманы ұлды болу, бірақ әкімдіктегі жұмыс кедергі болып, ол арман созылыңқырап кетті. Сөйтіп жүргенде жасымызды ұлғайып 40-қа тақап қалдық. Енді шегінетін жер жоқ, тәуекелге барып бала көтердім. Қазір УЗИ бар ғой, ішімдегі ұл деп көрсетті. Байымда еш жоқ, асты үстіме түсіп өбектеп жүр. Өзі атадан жалғыз әрі аурушаң, ұрпақ қалсын дейтін шығар, осы баланы ерекше сағынышпен күтті. Айгүнім жетіп аман есен босандым. Баланың шар еткен дыбысын естігеннен кейін шамалы талқысып кеткен екен. Есімді жиып баланы әкеп көрсетеді ғой деп күтіп жатырмын. Сестралар зырғағып жүгіріп жүр. Көз қиығымды салып жүздеріне қарасам бір түрлі абыржулы сияқты. Балаға бірдеңе болған екен деп жүрегім су ете қалды. Сендерге не болған, ұлым қайда, неге көрсетпейсіңдер деп айғай салдым. Қазір дегендей болды біреуі. Жүзіне мысқал ма, кекету ма, әйтеуір бірдеңенің нышаны жалт еткендей. Мысқалда орыс қатын құндақтаулы баланы қолыма ұстата салып, бетіме таңырқай қарады. Баланың бетін ашып қалсам, қап-қара бірдеңе. Естерің дұрыс па, менің баламды ауыстырып жібергенсіңдер ме деп баж ете қалдым. Жоқ, бала сіздікі, деді қатын. Мен перзентхананы басыма көтеріп шыңғырып жатырмын. Жоқ, меніңкі емес, жоқ. Құдай-ау сақтай көр, сонда қалай болған, деді манадан бері Сакушаның әңгімесін ұйып тыңдап отырған кексе әйел. Иә бәйбіше, бұл адам айтса сенгісі сұмдық болды. Сакуша кемсең етіп көзінің жасын сығып алды. Арада 16 жыл өтті ғой, 16. Психолог дәрігердің айтуынша, менің жатырымда баяғы негірдің ұрығы қалып қойған. Өзіне қолайы сәл туғанда, ол менің ұрығыммен будандасқан. Міне гәп қайда жатыр. Күйеуім де қызым да менен безіп теріс қарап кетті. Елдің бары баланы мен шетелге барып жүргенде немесе олар келгенде ойнастан тапты деп шешті. Мұндай қорлыққа шыдау қиын. Баланы өлтіргім келіп ваннадағы суға тұншықтырдым. Екі қол ербеңдеп қақалып шашалып, су астынан өзіме бақырайып қарағанда иманым ғасыл болып қайта суырып алдым. Бейшара зәрес ұшқаны сондай мойнымнан тас қып құшақтап кеудеме жабысты да қалды. Ішім алай-дүлей. Өзімнен өзім жеркеніп кектеніп алған. Іштен шыққан шұбар жылан деген сол, бәрібір баланы өлтіре алмадым. Ендеше өзім өлейін деп ойладым. Бірақ мына байғұсты кімге қалдырамын? Кім оны бағады деп ол райымнан да қайттым. Қазір не өлі не тірі емес, ұяттың отына күйген бейбақ болып жүріп жатырмын, деді Сакуша әңгімесін аяқтап. Алла сорлай, жастық шақтағы селтеңдеудің зауалын тартқан екенсің ғой деп кексе әйел жөніне кетті. Сакуша құлдыраңда ойнап жүрген баланы шақырып алып бауырына басты. Сөйткенше болмай оның жанына бала ерткен екі әйел келіп отырды. Былшық бет, қотан аяқты сары қатында, екі аяғының арасынан ит өтіп кеткендей сыриған арық қатында, ауыз-аузына жұқпай сампылдап орысша сөйлеп отыр. Арасында Толик, Аскар, Егидисе сюда деп қояды. Сакуша, білсе ғой бұлар кімді тәрбиелеп жүргенін. Ертең олар рухсыз, ана тілінсіз мәңгүрт бірдеңе болып шығады. Мына миғұла мүскіндер соны білмей ме? Мен бейшара айдаладағы африкалықтан қазақ жасаймын деп тыраштанып жүрмін. Ал мұнылар қаны да жанында қазақты қолма-қол орысқа айналдырып жатыр. Жаратқан жаппар ием-ай, парақорлықта, зинақорлықта, ұятсыздықта, баққұмарлықта бізде рухы сөнген, сана сезімі тәскерең болған бейшара сорлы екенбіз ғой. Алла өзің сақтай көр, деп ойлады.
Айсұлу Ахан қызы 75-ке толды. Ақ шашты сары тісті кемпірдің өзі болды. Балалары мен қыздары одан қалса келіндері мен немерелері жиналып, сенбінің кешінде салтанат сарайында мерейтойын жасап берді. Басына құла дала ақ жаулық салып, үстіне қымбат тон кигізді. Құлағына платина сырға, қолына жүзік тағып, қой шайтеуір малындырып төгілдіріп, төрге отырғызып қойды. Тойға жиналған 300 адам көтермелей сөйлеп, ойға да келмейтін небір тілектерді тілеп, мұны аспанға шығарды. Бәрі мәз-мейрам болып ішіп жеп, ақырында дастархандағы жылы жұмсақтың түгін қалдырмай пакетке салып, үйлеріне алып кетті. Ертеңіне қайындары мен келіндері, тойда қызмет еткен күйеу балалары мен қыздары қайтадан үйге жиналып алып, жетім қыздың тойын жасады. Ал оның ертесіне бәрі тым-тырыс болды. Қолдағы бала мен келін жұмыстарына кетті. Немерелері оқуына кетті. Үйде Ақтөбет пен екеуі ғана қалды. Күндегі әдетімен газға шай қойып, ертең асын ішті. Ас іштім дегені болмаса бір шайнек шай демдеп, бір пиаланы әзер тауысты. Тоңазытқышта толып тұрған піскен дәмдінің бәріне де қолын созбады. Тіпті күнделікті бір стакан сүтін де ішпеді. Айсұлу орнынан тұрып барып, кешегі қыздары сыйлаған сырғаны құлағына тақап, айнаға қарады. Артынша қайтадан құтысына салып орнына қойды. Біртүрлі басы айналғандай болған соң, жаңа ғана құптап жинап қойған төсегінің үстіне барып жатты. Өзінің